Сәбіздің пайдалы және дәрілік қасиеттері оның бай құрамына байланысты. Сәбіз ағзаға өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында В, С, Е, К дәрумендері және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротин бар. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,3% ақуыз, 7% көмірсу бар. Ол көптен бері әртүрлі ауруларды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданылып келеді. Сонымен сәбіз қандай ауруларға көмектеседі? Түрлі витаминдерге бай көкөністердің бір сәбіздің пайдасы және оның қандай ауруларға ем болатыны жайында мәліметті ұсынамыз. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Асқазан ішек жолдарының патологиясына. Сәбіз шырыны мен мәйегі өт бөліну және шығару процестерін жақсартады. Бұл көкөніс өт қабына тас байлану ауруын зардап шегетін адамдардың мәзірінде міндетті түрде болуы керек. Сәбізді емдік мақсатта шикілей немесе шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы. Сәбіз шырыны және үгітілген сәбіз ағзаны қалыпқа келтіруге әсер етеді. Олар қанды тазартып, улы және зиянды заттарды ағзадан жояды. Зат алмасуды қалыпқа келтіріп, ішкі ағзалардың белсенділігін арттырады. Авитаминоз және анемия кезінде сәбізді жиі тұтыну пайдалы. Сәбіз шырыны бүйрек және бауыр жұмысы бұзылған жағдайда пайдалы болып табылады. Бүйректегі құм және шағын тастарды жоюға ықпал етіп, бауырды тазалайды. Зат алмасуда қиындықтар болса, сәбіздің құрамында ақуыз бен көмірсудың метаболизмін қалыпқа келтіретін, сондай-ақ жасушалық тотығу және қалпына келтіру процестерін белсендіретін биологиялық белсенді компоненттер бар. Сәбіз шырыны мен мәйегі жалпы әлдендіретін әсерге ие. Ол иммундық жүйені белсендіреді. Көз денсаулығы сәбіздің ең белгілі пайдасы. Көз денсаулығына қосқан үлесі жасқа байланысты пайда болған макулярлы дегенерацияның алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл торлы қабық пен линзаны қорғау арқылы көздің денсаулығын жақсартады. Түнгі соқырлық және көру қабілетінің жоғалуы сияқты қауіптерге қарсы қолдау береді. А дәрумені тапшылығы балалардағы соқырлықтың негізгі себептерінің бірі болып табылады. Шаштың өсуіне ықпал етеді. Сәбізді шаштың денсаулығын жақсартатын А, С дәрумендері, калий және антиоксиданттар бар. Сәбізді тұтыну шашты әдемілеуде тиімді. Иммундық жүйе. А дәрумені иммундық жүйені нығайтуда маңызды. Өйткені А дәрумені иммунитетті арттыратын лейкоциттердің қанның ақ түйіршіктері жасушаларын қолдайды. С дәрумені иммундық жүйені нығайтады және емдеуді тездетеді. Тері денсаулығы. Сәбіздің теріге пайдасы оның бета-каротин қасиеттеріне байланысты. Бета-каротин теріні күн сәулесінен қорғайды. Безгектеу, экзема және бөртпе секілді тері ауруларын емдеуде көмекші бір рөл атқарады. Құрамындағы каротиннің арқасында терідегі жаралар мен дақ емдеуде көмектеседі. Ми денсаулығы. Сәбізде кездесетін кейбір заттар мидың денсаулығын сақтау үшін маңызды. Сәбіз есте сақтау қабілетін сақтайды. Жүрек денсаулығы. Жүрек тамыр аурулары және гипертонияға қарсы қозғаушы бір рөл атқаратын сәбіз холестеринді төмендетуде де тиімді болып табылады. Сәбіздегі калий ағзадағы артық натрийден арылуға көмектеседі. Ас қорыту жүйесі. Сәбіз талшықты құралымен іштегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Сәбіз талшық пен каротинге бай көкөніс ретінде ас қорыту денсаулығы үшін маңызды.
ішек қатерлі ісігінен қорғайтын талшықтар ішектің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету арқылы ішек денсаулығын жақсартады. Шикі сәбіздің пайдасы осы кезде тым көп көрінеді. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса, шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуде өте тиімді. Қандағы қант. Сәбіз басқа көкөністермен салыстырғанда жоғары қант мөлшерімен танымал. Дегенмен, сәбіз қант диабетіне де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе аз пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан аз қауіпті. Қандағы қантты реттеу үшін маңызды. Сондай-ақ ақ қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Сонымен қатар талшыққа бай диета қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Салмақты бақылау. Калориясы төмен талшықтары мен су мөлшері жоғары сәбіз сияқты көкөністер қанықтыру сезімін беруде өте табысты. Сәбіздің құрылымы талшығы мен суының арқасында тез тойдым деп ойлайсыз. Қабыну әсіресе Альцгеймер, артрит және жүрек денсаулығына байланысты созылмалы ауруларда қабыну. Сәбізді қалай тұтынуға болады? Күніне 1 немесе 2 орташа сәбізді тұтыну жеткілікті және пайдалы. Шикі сәбізде С дәрумені пісірілген сәбізде бета-каротин көп болып табылады. Екінші жағынан сәбіздегі А дәрумені майда еритін дәрумен болғандықтан жеңіл пісіру кезінде одан көбірек көрінеді. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе, шикі сәбізді таңдаңыз. Өйткені сәбіз піскен кезде су мен талшықты жоғалтады. Сәбіздің пісіргіңіз келсе, қуыру немесе қайнатудың орнына бумен пісіруді таңдаңыз. Осылайша витаминдер мен минералды көбірек сақтайсыз. Сәбізді тұтынудың ең пайдалы жолы шикілі жеу және бумен пісіру. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік, достар. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.